ірілеп тураймыз. Черри қоссаңыздар да болады. Одан кейін осындай тұздалған қиярдан да турап саламыз. Және де піскен ет қосамыз. Етті де жұқалап тураймыз. Етті қоспай қойсаңыздар да болады. Одан кейін бізге осындай тәтті бұрыштар керек. Тәтті бұрыштарды ірілеп турап алып, майға бір қуырып аламыз. Қатты бір езілдіріп қуырмаймыз, шала қуырып аламыз. Осы маймен бірге салатымызға қосамыз. Чеснок және де кез келген аскөкті қосамыз. Мен петрушка қостым. Және де дайын сәбіз салаты, дәміне қарай тұз қосамыз, және де чим-чим дәмдеу үшін қосамыз. Және де бұл салатқа міндетті түрде кетчуп қосылады. Қыздар қазір кетчуп не істеуі мүмкін. Осы салатты уже қанша рет түсіріп салдым, бірақ қыздар деген стористан көрген сайын қайта-қайта рецептісін сұрайды ғой. Бұл салатты маған енем үйреткен болатын. Көпшілікке той жиынға қойғанға енді тіпті суына дейін қалмайтын керемет салат, жасап көріңіздер. Алдымен көкөністерімізді турап аламыз. Қиярымызды осылай дөңгелетіп тураймыз. Қызанақты да қатты бір жұқалап жібермей, ірілеп тураймыз. Черри қоссаңыздар да болады. Одан кейін осындай тұздалған қиярдан да турап саламыз. Және де піскен ет қосамыз. Етті де жұқалап тураймыз. Етті қоспай қойсаңыздар да болады. Одан кейін бізге осындай тәтті бұрыштар керек. Тәтті бұрыштарды ірілеп турап алып, майға бір қуырып аламыз. Қатты бір езілдіріп қуырмаймыз, шала қуырып аламыз. Осы маймен бірге салатымызға қосамыз. Чеснок және де кез келген аскөкті қосамыз. Мен петрушка қостым. Және де дайын сәбіз салаты, дәміне қарай тұз қосамыз, және де чим-чим дәмдеу үшін қосамыз. Және де бұл салатқа міндетті түрде кетчуп қосылады. Қыздар қазір кетчуп не істеуі мүмкін. Осы салатты уже қанша рет түсіріп салдым, бірақ қыздар деген стористан көрген сайын қайта-қайта рецептісін сұрайды ғой. Бұл салатты маған енем үйреткен болатын. Көпшілікке той жиынға қойғанға енді тіпті